Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған биткоиннің тиындарын тегін жинауға болатын екі сайт көрсеткім келіп отыр. Егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен биткоиннің тиындарын тегін жинауға болатын ең бірінші сайтымыз FaucetPay деп аталады. Бұл сайт криптокошелек, яғни бұл сайтқа неше түрлі криптовалюта шығарып алуға болады. Мен бұл сайт туралы толығырақ видео түсірдім, яғни бұл сайтқа тіркелу жағын, бұл сайтты қалай қолдануға болады, барлығын көрсеттім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де қызық болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы қарап алуыңа болады. Енді бұл сайт арқылы биткоиннің тиындарын тегін жинау үшін мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Содан кейін мына жерде EARN деген сөздің үстінен басасың. Мына жерде Pay to Click деген сөздің үстінен басасың. Төмен қарай түсеміз. Мына жерде көріп отырғаныңдай мынандай нәрселер тұр. Мыналар қарауға болатын рекламалар. Яғни түсініп отырғаныңдай, бұл сайт арқылы неше түрлі рекламалар қарау арқылы биткоиннің тиындарын жинауға болады. Сатоши дегеніміз биткоинның тиындары. Ең бірінші тұрған сайтты 15 секунд қарағанымыз үшін біздерге 2 сатоши төлейді. Екінші тұрған сайтты 7 секунд қарағанымыз үшін біздерге 1 сатоши төлейді. Енді бұл жерде мына рекламаларды қарау үшін мына жердегі кнопкалардың үстінен басасың. Visit at 4 дегеннің үстінен бастық. Көріп отырғаныңдай мына жерде таймер пайда болды. Таймер жүріп бастайды қазір. Таймер жүріп бастады. Мына жердегі ашылған сайтты қарауыңа болады. Таймер почти бітті. Таймер бітті. Я человек деген сөздің астына галочка қоямыз. Капча ашылады. Капчаны орындаймыз. Готово дегенді басамыз. Содан кейін мына жерде Get Credit деген кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде біздерге 2 сатошимыз төлейді. Мына сайтты жауып тастай беруімізге болады. Мына сайт арқылы реклама қарауды ары қарай жалғастыру үшін мына жерде Visit at 4 деген кнопканың үстінен қайтадан басып, мына сайттағы рекламаларды қарап, бұл сайт арқылы тегін сатоши жинай беруіңе болады. Яғни биткоинның тиындарын жинай беруіңе болады. Бұл сайт арқылы биткоинның тиындарын қалай жинайтынын түсіндің деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Егер де рефералдар шақырғың келетін болса, мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Содан кейін мына жерде Affiliate дегеннің үстінен басасың. Төмен қарай түсесің. Мына жерден өзіңнің реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың. Бұл сайт реферальный программа бойынша әртүрлі процент төлейді. Мысал үшін, опросқа жауап беретін болса, немесе реклама қарайтын болса, 50% сатоши төлейді. Егер де сенің шақырған рефералдарың не істейтін болса, жаңағындай криптовалютасын әртүрлі криптовалютаға айналдыратын болса, яғни биткоинын лайткоинға, лайткоинын эфириумға айналдыратын болса, 25% төлейді. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. FaucetPay сайты арқылы биткоинның тиындарын қалай тегін жинауға болатынын түсіндің деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонымен биткоинның тиындарын тегін жинауға болатын екінші сайтымыз BestChange деп аталады. Сосын айтпақшы, бұл сайттардың ссылкаларын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де көрсетіп отырған сайттарым саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады. Енді негізінде бұл BestChange деген сайт обменник.
Яғни бұл сайт арқылы неше түрлі электронный кошелектеріңдегі ақшаңды неше түрлі банк карточкаларыңа аударып алуыңа болады. Немесе керісінше жасауыңа болады. Яғни электронный кошелектеріңе банк карточкаларың арқылы ақша салуыңа болады. Сосын бұл сайт арқылы криптовалютаңды шын ақшаға айналдырып, банк карточкаңа аударып алуыңа болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Бұл сайт арқылы обмен жасаудан бөлек, бұл сайтқа 1 сағат сайын кіріп, биткоиннің тиындарын тегін жинап отыруыңа болады. Яғни бұл сайттың 1 сағаттық биткоин краны бар. Енді бұл сайт арқылы биткоиннің тиындарын тегін жинау үшін телефоныңның экранын өзіңе ыңғайластырып үлкейтіп аласың. Төмен қарай түсесің. Мына жерде BTC кран деген кнопканың үстіне басасың. Мына жерге биткоин адресіңді жазасың. Егер де биткоин адресің жоқ болса, яғни биткоин кошелегің жоқ болса, FaucetPay-ге тіркеліп алуыңа болады. Жаңа FaucetPay туралы айттым. Ол жағын түсіндің деп ойлаймын. Мына жерге биткоин адресімізді қоямыз. Енді мына жерге галочка қоямыз. Капча шығады, капчаны орындаймыз. Мынандай капча шықты. Поезді тап деп тұр. Мына жерден поездарды табамыз. Дальше дегенді басамыз. Готово дегенді басамыз. Мына жерде получить бонус деген кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде біздерге 1 сатоши мен 100 сатоши аралығында төлейді. Получить бонус дегенді басамыз. Көріп отырғаныңдай, маған 5 сатоши берді. Яғни түсінгеніңдей бұл сайтқа 1 сағат сайын кіріп, биткоиннің тиындарын тегін жинап отыруыңа болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл кран арқылы жинаған сатошиларыңды минимальный 2000 сатоши болған кезде шығарып алуыңа болады. Сосын бұл кранның реферальный программасы бар. Яғни бұл кранға өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Мына жердегі көк жазудың үстінен басатын болсаң, реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Сосын бұл кран реферальный программа бойынша 10% төлейді. Яғни мына кранға шақырған достарың бұл кран арқылы 2000 сатоши жинап, жинаған сатошиларын шығарып алатын болса, шығарған сатошиларына байланысты бұл кран саған 10% төлейді. Яғни сенің шақырған достарың 2000 сатоши шығарып алатын болса, сен 200 сатоши табасың. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонымен бұл сайттар арқылы биткоиннің тиындарын қалай жинайтынын түсіндің деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийіне жазуыңа болады, кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сосын айтпақшы, егер де сен криптовалюта жинап жүрген болсаң, жинап жүрген криптовалютаңды криптовалюта күйінде сақтағаның жақсы. Себебі криптовалютаның бағасы алдағы уақытта тағы да қымбаттайтын болады. Яғни жинаған криптовалютаңды тек қана криптовалютаның бағасы максимально қымбаттаған кезде шын ақшаға айналдырып алғаның дұрыс. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де түсінбей қалған жерлерің болса, жаңағы айтқандай комментарийға жазуыңа болады. Кез келген сұрағың болса, қоюыңа болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.